Бәріңізге сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге классикалық, өте керемет болып, пышны болып пісетін круассанның рецептімен бөлісемін. Көпшілік қыз-келіншектердің круассандары жақсы көтерілмей, аралары тығыз болып қалады. Дәл сол себепті мен бүгін рецепті айтатын боламын. Ең алдымен ыстықтау болған үстімізді ыдысқа саламыз. Қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Жарты шай қасық тұз және өсімдік майын, яғни тамаққа пайдаланатын майды құйып аламыз. Онда жақсылап араластыруымыз керек. Содан соң бір жұмыртқамызбен ашытқымызды салып аламыз. Қосып жатқан ингредиенттерді мен барлығын астына описанияға толық жазып кететін боламын. Сол жақтан міндетті түрде көріп алуларыңызды сұраймын. Содан кейін ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз, және бірден салмай бөліп салуды ұсынамын. Бәрін бірден салсаңыздар, қатты масса болып қалуы мүмкін. Осылай ұн қоса отыра жұмсақ етіп қамыр иінеміз. Негізі көп қыз-келіншектер круассандарының қатты болып қалатын, немесе жақсы көтерілмей, арасы тығыз болып, бір күннен кейін қатып қалатынын айтады. Дәл сол сырды мен қазір рецептте айтатын боламын. Мұқият соңына дейін қарап отырыңыздар. Қамырымызды жұмсақ етіп билеп алып, ұшып жылы жерге орап қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтерілген, иә? Міне қарап отырсаңыздар, менің тестом өте керемет, идеален болып көтерілді. Енді ұн сеуіп аламыз да, үстіне жаңа қамырымызды тастаймыз. Кішкене зуала етіп билеп жібереміз де, 4 бұрыш етіп жайып аламыз. Міндетті түрде тік 4 бұрыш болу шарт емес, қамырымыз жақсылап жайылса болды. Қолдың көмегімен басып алғаннан кейін осылай оқтаумен жаюды жалғастырамыз. Қамырымызды шамамен 3-4 мм көлемінде жайып алу керек. Енді ерітіп алған сармайымызды бетіне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қазіргі кезде көп сармайлар осылай еріткен кезде сумен бірге еріп кетеді, арасынан су қосылған болып шығады. Сол кезде бетіндегі ғана майын жағуға тырысыңыздар, астында су қалып қалу керек. Толық бір тегіс етіп жағып алғаннан кейін қамырымызды видеода көрсетілгендей осылай бүктейсіздер, бір-біріне жақындастырып тегізіп бүктейсіздер, және екі жағынан да осылай бүктеп бір-біріне жеткізіп бүктеп аласыздар. Міне көріп тұрсыздар, жалпақ болып кетпеу керек, осындай компактный болып кішкентай етіп суала жасап қоямыз да, бетін жауып қою керек. 15 минут өткеннен кейін қайтадан ашып, осылай қолымызбенен қайтадан жаюды бастаймыз. Бұл кезде біздің қамырымыз тынып, тағы да жұмсақ болып қалады. Ұн сеуіп жасауға кеңес беремін, өйткені арасына май жағылғаннан кейін қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады. Қолымызбен басып алғаннан кейін енді оқтаудың көмегімен жайып алуымыз керек. Міне біз қамырымыз жайып алдық. Қайтадан сол 3-4 мм көлемінде жайып алу керек болады. Енді видеода көрсетілгенде осылай 4 бөлікке бөліп тастайсыздар, және осылай 3 бұрыштар жасаймыз. Біз қазір бұны круассандарға орайтын боламыз. Арасына тағы да осылай сармайларды жағып, орауды кеңес беремін, сол кезде дәмі өте керемет болады. Круассандарды ораған кезде осылай өзіңізге тартып, кішкене қысып орасаңыз, әдемі болып көрінеді. Барлығын осылай жасап аламыз да, пергамент төселген листімізге теріп шығамыз. Енді круассандардың ең керемет болып шығатын сырын айтайын. Круассандарыңызды осылай орап қойғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып қойып қойыңыздар. Сол кезде кішкене тынып, круассан кішкене көтеріліп, духовкаға кірген кезде өте әдемі болып, пышны болып көтерілетін болады.
Содан кейін бетіне тек қана жұмыртқаның өзін жағуды ұсынбаймын. Осылай кішкене сүт араластырып жіберсеңіздер, беті бір тегіс болып, әдемі болып қызаратын болады. Оны міндетті түрде круассандар 10-15 минут демалғаннан кейін жағуды ұсынамын. Круассандардың барлық жеріне тегіс жағуға тырысыңыздар, сол кезде барлық жері бірдей қызарады. Міне қыздар, қараңыздар қандай красота, өте жұмсақ, нәзік болып шығады, еще пышный болып, керемет болып көтеріледі. Мен қазір видеоның соңғы жағында арасын ашып көрсететін боламын. Қолмен қысқан кезде өз орнына қайта қалпына келеді ғой. Дәл осы рецептін жасасаңыздар, үйдегілеріңіздің барлығы мәз болып, керемет деп мақтайтын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қандай керемет болып көтерілген. Қолмен қысқан кезде де өзінің қалпына қайта келеді. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап, реакцияларыңызды, пікірлеріңізді комментарийде күтемін қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, ұнаған болса міндетті түрде лайк басып кетіңіз. Каналыма тіркеліп алсаңыз, алдағы уақытта керемет рецепттерді бірінші болып көретін боласыз. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.